Жақында осы YouTube жүргізетін арналар арасында бір іс-шара өтті. Сол іс-шараға мен де қатыстым. Сол жерде YouTube'тың болашағына байланысты өте қызықты ақпараттар айтылды. Және шын айтайын, YouTube'та кейбір нәрселер ресми түрде өзгеріп жатыр. Бұл видеода мен саған YouTube'қа келетін жаңа функцияларды, YouTube ішінде жаңа жасанды интеллект мүмкіндіктерін, теледидардағы YouTube трендін, подкасттардың болашағын, жаңа ақша табу моделін толық түсіндіріп беремін. Видеоны соңына дейін қара, себебі соңында айтатын жаңа монетизациялық жүйе YouTube'тағы табысты мүлде басқа деңгейге шығаруы мүмкін. Олай болса кеттік. Бірінші бөлімнен бастаймыз. Мына экранды мен сіздерге қойып қоямын. Ары қарай түсіндіре беремін осы жерде. YouTube'та Shows деген жаңа функция пайда болады. Ең бірінші жаңалық Shows, яғни бағдарламалар. Бұл өте қызық функция. Қарапайым тілмен айтсақ, YouTube енді сериал сияқты контенттерге көбірек мүмкіндік береді. Мысалы, сен бір үлкен тақырыпты бірнеше бөлімдерге бөлесің. Әр видеода бір-бірімен байланысты болады. YouTube оны бір бүтін шоу ретінде көрсетеді. Бұл әсіресе подкаст, документальный каналдар және оқу контенті, storytelling жасайтын адамдар үшін өте күшті мүмкіндік. Яғни, енді YouTube'та кәдімгі Netflix стилінде контенттер көбейеді. Бұл функция арқылы жеке контент авторлары да телевизиялық бағдарламасы сияқты жұмыс істей алады. Бір жағынан бұл YouTube'ты телевизияға жақындатып жатыр. Екінші бөлім, YouTube'тың жаңа AI, яғни жаңа жасанды интеллект функциясы. Енді ең қызық жаңалықтарының бірі. YouTube жаңа AI құралын тест жасап жатыр қазір. Әлемдік мықты каналдардың ішінде соларда тест жасап жатыр қазір. Бұл жасанды интеллект сенің видеоңды толық анализ жасайды. Мысалы, қай жерде адамдар сенің видеоңды көп қарады, қай жерде адамдар шығып кетті, қай бөлім қызық болды, қай бөлім retention түсірді, яғни соңына дейін қарамай шығып кетті деген сияқты. Бәрін өзі анықтайды. Сосын не істейді? Сол қызық моменттерді өзі бөліп, саған шортс ретінде шығаруға көмектеседі. Бұл өте күшті нәрсе. Өйткені қазір көп адам ұзын видеодан шортс кесуге уақыт жоғалтады. Ал болашақта YouTube'тың өзі, мына жер рекке шығып кетуі мүмкін деп саған көрсетіп береді. Қазір бұл функция әлемдегі кейбір үлкен блогерлерде ғана тест болып жатыр, бірақ кейін бәріне келуі мүмкін. Үшінші бөлім, теледидардағы YouTube жарылып өсіп жатыр. Бұл жерде мен де өзім таңғалдым. Соңғы 5 жылда YouTube'та ең қатты өскен платформа ол TV. Теледидар. Қазір адамдар YouTube'ты телевизордан өте көп қарай бастады. Тіпті мобильді қараудан да тез өсіп жатыр. Бұл біз сияқты ұзын видео жасайтын адамдар үшін өте жақсы жаңалық. Неге? Өйткені телевизордан қараған адам көбірек уақыт қарайды, көбірек фокус болады, retention жоғары болады. Яғни, ал retention жақсы болса, яғни жоғары болатын болса, алгоритм оны бізді жақсы көреді. Сосын тағы бір маңызды нәрсе, телевизордан қаралған видеоларда реклама көп болғандықтан монетизацияның да бағасы шамалы жоғары болады. Яғни көбірек ақша түседі. Төртінші бөлім, неге ұзын видеолар қайтадан күшейеді? Қазір көп адам тек шортс жасап жатыр, бірақ YouTube'тың қазіргі бағытына қарасақ, ұзын видеолар қайта күшейіп келе жатыр. Себебі адамдар телевизордан ұзақ қарайды. YouTube'та көбірек watch time алады, көбірек реклама көрсетеді, көбірек ақша табады. Сол үшін қазір ұзын формат, яғни подкаст, телевизорға ыңғайлы контенттер өте маңызды бола бастады. Бесінші бөлім, шортсты енді телевизордан да қарайды адамдар. Тағы бір қызық ақпарат бұл, шортстың телевизордағы қаралымы да 2 есе өскен екен. Бұл дегеніміз адамдар енді диванда отырып алып та пультпен шортсты қарай бастады. Бұрын шортс тек телефон үшін сияқты көрінетін. Қазір олай емес. Сол үшін қазіргі шортстарда сапалы видео, жақсы дыбыс, үлкен текст өте маңызды. Алтыншы бөлім. Видео сапасы енді бұрынғыдан да маңызды. YouTube'тағы тағы бір нәрсе ерекше айтылып кетті сол жиналыста. 4K видеолар, качествосы өте мықты видеолар қатты көбейіп жатыр. Телевизорда адамдар үлкен экраннан қарайтындықтан сапасыз видео бірден байқалады. Качество жағынан бірден байқалады. Сол үшін жақсы жарық, жақсы дыбыс, сапалы обложка өте маңызды бола бастады. Бірақ бір қызық нәрсе айтты, өте көп эффектте жаман. Яғни обложка жарқырап кетсе көз шаршайды. Баланс керек.
Жетінші бөлім Live Redirect деген жаңа функциясы бар. Бұл өте қызық функция. Мысалға, бір белгілі бір ғылым ордасы тікелей эфир өткізіп жатыр. Сен де сондай ғылыммен айналысатын каналсың. Мысалға деп атап, сен сол тікелей эфирді өзіңнің каналыңда комментарий жасап көрсеткің келеді. Бұрын оған үшінші программа керек болатын, яғни менің қолданып жатқан OBS студиум сияқты. Қазір мен сіздерге бір көрсетіп жіберейін. Мынандай бір OBS студио сияқты нәрсе керек еді бұрын. Қазір енді соны YouTube өзі ішіне енгізіп жатыр. Яғни бір лифті, яғни бір тікелей эфирді өзің қарап отырып, өзіңнің тікелей эфиріңе шығарып, оны комментарий ретінде көрсете аласың. Бұл әсіресе ойын каналдары үшін, спорт арналары үшін, ғылыммен айналысатын каналдар үшін және жаңалық көрсететін каналдар үшін өте қатты керек нәрсе. И контенттері де олардың қатты өседі. 8-ші бөлім. Подкаст дәуірі енді басталады. Подкаст қазір әлемде өте қатты өсіп жатыр. Қазақстанда да өсіп келеді. Бірақ әлі толық жарылған жоқ. Менің ойымша, алдағы жылдары подкаст өте қатты өседі. Неге? Өйткені адамдар ұзақ контент көреді. Жұмыс істеп отырып тыңдайды, көлікте тыңдайды, үйде отырып тыңдайды. YouTube'тың өзі де подкасттарды барынша жаюға тырысып жатыр. Тіпті енді YouTube студионың ішінде бөлек подкаст жасауға да болады. Мысалы, видеоларыңыздың ішінде міне бөлімдер шықты, подкасттар деген. Жеке подкастыңызды осында салып қойсаңыз болады. Бұл екінші нәрсесі, YouTube Music деген нәрсесі бар. Сол жақта да осы подкасттарыңыз YouTube Music'та шығады. Яғни сол жақтан да сіздің видеоларыңызды тыңдай алады адамдар. 9-ші бөлім. Кешірім сұрайын. YouTube'тың өзінің жасанды интеллект консультанты. Яғни қазір YouTube'тың ішінде Ask Studio деген анализатор шығып жатыр. Бұл өте қызық функция. Сен YouTube'тан сұрай аласың. Неге видео өтпеді? Қай жері әлсіз? Қай жері күшті болып жатыр? Не өзгерту керек? Және ол нақты жауап береді. Мен өзім тест жасап көрдім. Шынымен пайдалы. Болашақта бұл функция өте үлкен рөл ойнайды. 10-ші бөлім обложка мен title. Видеоның атауы. Мысалға, мына жерде көрсетіп кетейін. Мен мына функцияларды қолданып жатырмын. Ең соңғы видеоның ішінде болу керек. Мына жерде, мына бұлай жасаймыз да, А, Б сынақтары. Так, бастарту, өзгертпеймін. Так, мына жерде мына 3 түрлі нәрсе бар. Видеоның атауы да және обложкалардың да 3 түрін саласыз. YouTube өзі тест жасайды, қанша адамдарға көрсетеді. Мына обложканы көрсетсем мынанша келді, мына атауды көрсеткен мынанша келді. Ішіндегі ең мықтысы қайсысы, соны YouTube өзі таңдайды. Бұл CTR өсіруге өте көмектеседі. 11-ші бөлім автодубляж, яғни және глобал каналдар. Яғни қазір YouTube'та автодубляж өсіп жатыр. Яғни сенің видеоң басқа тілдерге автомат түрде аударыла алады. Бұл өте үлкен мүмкіндік. Өйткені қазір тек Қазақстан емес, глобальный аудиторияға шығуға мүмкіндік бар. 12-ші бөлім және соңғы бөлімнің, қорытындыдан бұрынғы ең соңғы айтып кететін нәрсеміз, ең маңызды жаңалығымыз жаңа реклама жүйесі. Енді ең маңызды нәрсеге келейік, жаңа монетизациялық жүйе. Мысалы, сен travel, яғни саяхат каналысың. Онда сенің видеоңда тек авиакомпания жарнамасы шығады. Мысалы, 1 минут қазір өзімді қойып аласылай. Немесе яғни IT саласы бойынша жүргізетін каналсың деп айтайық. Саған сенің каналдарыңдағы рекламалар тек техникалық брендтер ғана шығады. Яғни YouTube енді контент пен брендті нақты сәйкестендіргісі келіп жатыр. Бұл өте үлкен ақша әкелуі мүмкін. Неге? Өйткені бренд дәл өзінің аудиториясына шығады. Ал контенттің авторы көбірек ақша табады. Қорытындылайық. YouTube қазір өте қатты өзгеріп жатыр. Жасанды интеллект келеді, TV бөлімдері өсіп жатыр, подкаст каналдары өседі, ұзын видеолар қайта күшейіп жатыр қазір. Және ең маңыздысы, нақты аудиториясы бар авторлар көбірек ақша таба бастайды. Сол үшін рандом түрде контент жасамаңыз,
бір бағытты таңдаңыз, бір аудитория бойынша жұмыс жасаңыз, және тұрақты түрде контент жасаңыз. Яғни тұрақты түрде жүргізіңіз каналыңызды. YouTube'да болашақ дәл осылай болады. Пікірге жаз, қандай жаңа функция саған ең қызық болды. Келесі видеода кездескенше, Мәке блог YouTube'да дамудың жолын көрсететін арна.